Жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарына білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Толқын Забирова болашақ келініне қандай талаптар қоятынын айтты. Эстрада және опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Толқын Забирова 3 ұлдың анасы. Ол болашақ келініне қандай талаптар қоятынын бүгін лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды Түркістан көзі. 4 құбылам тең, үйде жолдасым 3 ұлым бар. Үлкенім 23 жаста Шахрияр. Сингапур университетін бітіріп, дипломын алып, қазір өзінің шағын кәсібімен айналысып жатыр. Екіншім Дияр, өнер жолын қуып келе жатқан ізбасарым. Құрманғазы атындағы консерваторияда биыл 4-ші курста оқиды. Кенжетайым Санжар, ЖО-ның 3-ші курсында оқиды. Балалар жақсы жетістіктерін көрсетіп жатыр, деді әнші. Толқын Забирова сондай-ақ болашақ келініне қандай талаптар қоятынын да айтып өтті. Қандай келін керек маған? Ол қандай болуы керек? Ата-ананың тілегі. Бір-бірінің тілін тапса, сыйластықпен өмір сүрсе, одан артық маған еш нәрсе керек емес. Ешқандай талап қоймаймын. Ұлымның таңдауын қабылдаймын. Ана еш уақытта кері жүрмеуі керек. Әр адамның өзінің сезімі бар. Әр адам жүрегін тыңдауға тиіс. Тәулігіне 24 сағат әңгіме айтсақ та, мен оны түбіне дейін түсінбейтін шығармын. Ол басқа отбасында тәрбие алған адам. Менің балам қабылдады ма? Мен үшін ол табу талқыланбайды, деді Толқын Забирова. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.